Қайырлы күн, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, сүзбелі 3 түрлі капкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм сүзбе қажет. Оған 2 жұмыртқа қосамыз. 100 грамм қант саламыз. Және де 100 грамм сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа 200 грамм ұн, оған 15 грамм қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырып, салмамызға қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Міне дәл осындай масса болу қажет. Ішінде сүзбеміз ірі-ірі болып жүруі керек. Енді осы салмамызды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне 20 грамм какао ұнтағын қосамыз. Ал екінші бөлігіне қысыл түсті пищевой краситель. Менде краситель табиғи. Бәрін жақсылап араластырамыз. Мынау классикалық түрде. Красный бархат болады, ал үшіншісі шоколадный капкейк болады. Формамызды алдын ала дайындап аламыз. Енді әр формаға 1,5 қасықтан салып шығамыз қамырымызды. Қатты толтырмаймыз. «200 градуста ысып тұрған пеште жарты сағатқа салып пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм творожный сыр қажет. Творожный сырға 100 грамм қант ұнтағын қосамыз. Және де 150 грамм клегей қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Міне дәл осындай қою болу қажет. Міне біздің 3 түрлі капкейкіміз дайын болды. Пештен шығарып, суытып аламыз. Енді үстін әсемдейміз. Үстіне әдемілеп крем жағып шығамыз. Және де өз еріктеріңіз үстіне не қойсаңыздар да, менде голубика және де құлпынай болды. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Міне біздің шоколадты капкейк және де классикалық түрде және де красный бархат капкейктеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.